сіздерге не үшін алояны сонша упаковать етіп көрсетіп жатыр дейсіздер ма? Осыдан бір жылға жуық бұрын көктем айында маған омеганы мен ютубта рекламировать етем, жарнамалап көрсетем, жаңағы эксперимент жасайым. Сөйтіп сол жақтан бірнеше адамдар осы омеганы менен алып ішеді. Яғни Forever компаниясы американский компания, білесіздер, иә? И бұл компания өзінің жеке плантациясы бар, алояны өсіреді, өндіреді. В общем, бір ғана компания бүкіл нәрсені атқарып, сіздің қолыңызға осы өнімді готовый түрде әкеп береді ғой. Сөйтіп сұраса келе, ол кісінің өтінің алдыртқанын білем ғой. Сөйтіп мен осы сарысоқты ұсынам. Сарысоқты ішіп көріңіз. Өйткені ол кісі жалып айтады, ана жерім ауырады, мына жерім ауырады, негізі қаным қою дейді, холестерин высокий деп. Мен оған омеганы ұсынам, бірақ сол аралықта асқазан ауыратынын айтады. Себебі не үшін ауырады? Себебі өт жоқ, асқазанның қызметі уже бұзылып жатыр. Өтті алдыртуға ешқашан асықпаңыздар.